размерде ол маңдайының баланың басы жамбастың түбіне шейін түсу керек осы өлшемде. Одан кейін екінші кезең бала іште жатып внутренний поворот жасайды. Іште жатып ішкі бұрылыс жасайды. Сол кезде ішкі бұрылыс жасаған кезде баланың бұл сол кезде прямой размерге түседі. Тік өлшемге түседі. Тік өлшемге түскен кезде баланың артқы шүйдесі 8 көзге бұрылады. Артқы шүйдесі 8 көзге бұрылады да маңдайы тігінен сифизге бұрылады. Сол кезде бұл тік мөлшердегі жай оны уже акушерка сіздер жүріп бақылап тұрасыз. Жай шалқаяды. Сол кезде баланың қасы, көзі, мұрны туылады. Екінші рет слегка сгибание болады. Бүгілет сол кезде баланың төбесі и артқы шүйдесі туылады. Одан кейін балада максимальный разгибание болған кезде баланың аузы и артқы беттердің бәрі туылады. Одан кейін үшінші кезең бұл. Енді төртінші кезеңі внутренний поворот, ішкі бұрылыс, иықтың и сырттың наружный поворот головки болады. Сол кезде бірінші внутренний поворот, ол баланың бас туғаннан кейін сіздер енді келесіздер ғой неге разалға. Сол кезде акушеркаларды байқадыңыздар ма? Бас туған бетте сразу жабысып, баланы әрі қарай тудырмайды. 3-4 минут біз күтуіміз керек. Поворот жасау керек қой. 3-4 минуттен артық конечно күте алмайсыздар, уже баланың мойны қысылып кетеді ол кезде. 3-4 минутке шейін сол кезде поворот болады. Поворот плечик болады. Ол позицияға да байланысты, басы позицияға да байланысты. Тігістер не үшін берілген сүйектегі тігістер айта қойшы. Бала басы ананың өземдерін шығатын кезде, жамбасынан шығатын кезде бала басы әлі қатаймағандықтан олар бір-біріне киеліп, бала басы кішірейеді. Конфигурациясы өзгереді. Қараңыздар, дұрыс айтам, мына жердегі тігістер ғой. Қазір енді бізде жоқ ешқайсымызда тігіс қатайып кетті. Сонда табиғи жолда ол іштегі осы тар жамбас болсын биомеханизмда өте қажетті дүние екен. Сонда баланың басы өзінен босану сен жақсыдан көшімен қозғадыңыз. Жақсы, кім бірінші қарайды? Сол шығады дейді. бізде акушерлік ол тез жасайды да. Бала бастан келе жатыр. Алдыңғы түр. Позиция бірінші түр. Екінші позиция. Бірінші болса? Дұрыс айтады. Жақсы. Дұрыс айтады. Топқа бөлініп, топ бойынша жұптық ойын ойнаймыз. Жұптық ойын ойнаудағы мақсатымыз не? Біздің осы жаңағындай патологиялар болған жағдайда өзіміз бірігіп, топтасып жұмыс істей аламыз ба? Жоқ па? Бір адамның қолына келмейді ғой. Мысалға әртүрлі жағдай болады. Қан кету болады, преэклампсия болады. Сонда жұптық жұмыстарымызды көрсету мақсатында серпілу сәтімізді ойнаймыз. Олай болса, алгоритмдарыңызды алып, үшінші кабинетке баруlarыңыз. Резинаны қатты ұстамаймыз, жылыстамыз. Жақсы. Пирамида құрамыз. Мен жақ қойыңдар. Қой.
дейді жатыр түбі биіктігін анықтау үшін жатыр түбіне Жатыр түбі сізде 34 екен, иә? Иә. Аха, сөйтіп салмағы. салмағын анықтадық. Қанша екен сізде салмағы? 3,5 килограмм. Екеуін есебіңіз? Алгоритмін айтып өтіңіз. Жалғыз құлағыма салып дұрыс естімейді. Экранды өлшеп жатыр, дұрыс өлшеп жатыр, дұрыс салды. Қанша екен жалғыз? 130'da 70. Әйелдің қосымша пульсы 88. Пульсын санады? 88. Толғақтың ұзақтың Санау санау үшін қолымызды жатыр түбіне қойып жатыр түбіне қойып толғағын санаймыз 10 минутта 3 рет 35 10 минутта 3 рет 35 күштілігі 35 секундтан деп белгіледіңіз ба? Келесі. бізде Динара Температурасы қанша дейді? температурасын 30 градусында қолтық астына салып өлшейміз. Температурасы 36-та 7. Бізде келесі Динара Біз стетоскоп арқылы, яғни бізге стетоскоп и секундомер керек болады. Бірінші сыртқы тексеріс арқылы баланың позициясын түрін анықтап аламыз. Яғни баланың артқы тұсына қою, стетоскопты қою арқылы жүрек түсін тыңдаймыз. Жүрек түсін тыңдаймыз. Қоса әйел бізде баланың жүрек соғысы 120 бұқты. 120 екен белгілеңіз. Әйелдің пульсы бізде 80. Аха, пульсы 80 дейді. Леопард медицинский тесттер арқылы және ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықтаймыз. қалыпты босану бұл шүйдемен босану және артқы түрі. Шүйденің артқы түрімен босану. Алдыңғы түрімен босану бұл қалыпты болып саналады. Бұның және бүгінгі сабақта өтіп кеткендей баспен, маңдаймен, төбемен және жамбаспен босану биомеханизмдері бар. Aynen cevap versin. Bittin kelgende kalktı taktırmadan adam aytıp gelmişim. Benim bittim kelgim keledi. Ой, бетпен келгісі келеді екен. Бетпен керу кезінде бізде тыныс алу қиындықтары болады. Омыртқа жотасының майысуы және де тұншығулар болады. Тексеріс сияқты, иә? Кәне, кім шығады екен, кім жауап береді екен, кім жетістікке жетеді екен, кім? Жақсы сұрақ. Екінші сұрақ. Жақсы, рахмет. Демеге де шақырым береді ғой, өзінше. Арқасы қайда қарайды дейді? Көлденең. Арқасы қайда қарайды? Жақсы ба? Дұрыс. Стационарға жатқызамыз, иә? Сөйтіп кесірткілігіне дайындаймыз. Айтпаймыз. Шоколадты еңбектен жеу керек. Нешеге бардыңыз? Үшінші сұрақта ма? Сіздердегі бинарлы сабақ болғандықтан Айшын Мұстаеваны шақырғандағы мақсатымыз не? Сіздерде осы таңдаған мамандықтарыңызда қалуларыңыз, осы мамандыққа сүйіспеншіліктеріңізді ояту мақсатында біз Айшын Мұстаевамен бинарлы сабағымызды алдық. Әр кезде мені ғана тыңдай бермейсіздер ғой. Менде теориялық тәжірибелікте сіздер өз біліммен бөлісіп жатыр. Әр жыл сайын акушер мамандығын бітіргенімен оның ішінде аздағаны ғана өз мамандығын таңдап кетеді. Сіздер басқа жаққа мамандыққа кетпей, осы мамандықта қалу мақсатында бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі сабағымыз бинарлы болған мақсатымыз еді. Жақсы, студенттер, бүгінгі сабақ, енді бірінші сабаққа қатысып отырғаным жақсы өтті деп ойлаймын. Амина Асанова сіздерге білімді беріп жатыр. Осы білімді толық игерулеріңіз сіздерге байланысты. Оқыңыздар, оқыңыздар, оқыңыздар. Оқу және оқу деп босқа айтпайды. Оқу білім ол алдыға қояды.